Сәлем достар, Асаба Продакшн Батыс Қазақстан облысында Оралдасың ғой. Жаңғалаға барып күйшімін деме, Қаратөбеге барып әншімін деме. Жалпы Орал өнер ордасы. Бүгін Асаба Продакшн арнайы назар аудармен бірге сұхбаттасатын болады. Жігіттерге сәттілік, өте қызық болады. Жалпы Оралдық вайб арнайы бастаймыз! Оралдық көңіл күй, Оралдық көңіл күй, Оралдық көңіл күй, Оралдық көңіл күй. Орал қаласында қонақта болсақ, бізде қонақта қазақ КВН тарихындағы абсолютный чемпион Жайдарман КВН командасы, Назар аудар театрының белді мүшесі, резиденті Марс Жайлауов. Мәке, қош келдік, қош көрдік. Айта ешкім, күшті екен бар ғой. Приятный екен. Құрметті достар, біздер 18 ғасырдың архитектурасын сақтап болған жалғыз қала Оралдамыз. Мен қасымда Жолдарда 18 ғасыр. Даже 17 может. Бірақ бәрі күшті, біз бақыттымыз. Самат Қабдиев, Назар аудар театрының ең маған қатты ұнайтын актері. Номер один ғой қазір. Екеуміз де номер оденбіз ғой. Бұлай енді әзілді айту жағынан да қазір Ғазизден де алға шықтым десең. Назар аудар театрының капитаны, Зачагансты Қазақстан Республикасына танытқан Азамат Аленов. Азеке, Зачаганстың болашақ әкімі де. Құрметті достар, енді біздің жігіттер Назар аудар театрының актерларымен сұхбаттасып жатқан кезде біздер енді Орал қаласының тұрғындарынан бір сұхбат алып көрейік. Өте қызық болатын сияқты, бізбен бірге болыңыздар. Мәке, енді Оралды 5 сөзбен таныстыршы. Жасыл қала, Бір. жастардың қаласы, 2. өте өмір сүруге қолайлы. 3. Арзан қала деп айта алмаймын. 4. Так. Тағы не айтуға болады? Творчествоның қаласы деп ойлаймын мен өз басым. Жасыл қала, мәдениетті қала, таза қала, активный қала. Сосын өте сабырлы қала. Сондай бір компактны, ыңғайлы, өмір сүруге ыңғайлы қала деп айтуға болады. Жасыл қала, Ақжайық. Енді өнер. Жаңа Тұрсынбегім бар. Қазіргі таңда Райым Артур деген сияқты енді молодежьдардың несі өнер. 4-ші әрине Бөкей Орда. Тарих. Суымен, жемістік, бүкіл жағдай бізде бар жағдайлар. Бұлай айтқанда маленький Швейцария біздің Уральск. Оппаны, күшті деп айттыңыз. Так, Оралға пайдасы деген әкім. Оралға пайдасы деген енді басшылық мынау жаман, мынау жақсы деп айтудан алла сақтасын, бірақ енді Көшербаев, Көлгінов. Келесі сұрақ. Есімде қалғаны Көшербаев. Лично өзім үшін Алтай Көлгінов. Қырымбек Көшербаев деп ойлаймын. Сол кісінің кезінде халықтың жанында жүрген, жадында жүрген мықты сұрақтар және сол проблемалар сол кезде шешілген сияқты. Менің ойымша. Қазір әкім танисыз ба? Мен Аусо, білмеймін, танымаймын. Қазіргі әкім бе? Қазір әкім. Жоқ сияқты, білмеймін. Қазір әкім танымайсың? Танымайсың? Қазір әкім танымаймын. Бұрынға көңілім толмайды. Облыс әкімі ме, қала әкімі ме? Облыс әкім. Облыс әкімі танимыз ғой, облыс әкімі. Есімін? Точно құттай. Прикинь, Оралдың біз осыған қанша адам сұрақ бәтті, ешкім Оралдың әкімін аты жөнін білмейді, неге? Азеке, команданың ішінде өзіңе ұнайтын актер, өздерінің іштерінде өзіңе ұнайтын. Осының өнері ұнайды деген кім? Біреу айту керек, біреу ұнайды. Мен бет түсініп тұрмын, балдардың бәрі бірдей дейді, ондай болады ғой. Бірақ бізде ондай емес. Конкретно біреу кім? Өзім десек. Жоқ. Актер ретінде өнер айтатын болсам, онда Асылбек.
күлдірту жағынан айтатын болсам, текстовый күлдірту жағынан онда Ғазиз. И ойнатып, и импровизациямен, и күлдіртетін болса, онда Ақболат. Просто үш түрлі да. Анау сияқты Месси ме, Роналду ма деген сияқты ғой. Роналду басқаша, Месси басқаша деген сияқты. Біреу еңбек, біреу талант деген сияқты. Асылбек Ахметов, Асақа. Данный момент халықтың көзімен Ғазиз, Ақболат, Асылбек. Ақболат бар. Ақболат, сосын Самат есе қателеспесем. Самат, Ақболат, сіз? Солар ғой енді. Ғазизханды танимын. Ғазизхан дейсің, Ғазиз де. Ғазизхан деген жоқ. Сосын? Ақылбек ба? Мә, сәлем айт, Ақылбек жоқ, Ақылбек деген жоқ қой. Енді Назараудар театры Жайдарман тарихында, КВН тарихында ең алғашқы команда костюмдерінің түстерімен, костюмдерінің ерекшелігімен, фактураның ерекшелігімен алып кетті. Енді сол түрлі түсті костюм кидік, сол костюмдер қайда қазір? Костюмдер үйде тұр. Бұл екінші рет жаңарды. Костюмдер үйде, естелік болып тұр. Енді ол кезде біздер кемпір қосақ дедік қой. Сөйтсек бізді де алдаған екен. Ол кезде ондай болмады ғадан әлетті. Ол бар, менің костюм өзімдікі үйде, шкафымда тұр. Аукционға қоям деп отыр. Әрқайсымызда формамыз бар, просто сыймайды да. Бұлай енді болашақта оны киіп қайтадан бір жерде жарқ етіп шығу мүмкін ба? Ол үшін ана нелерді құрту керек қой. Үш әріптеді, ана шәріп. КМБ емес? Ана, какайларды. Құртып, бәрі мұтса. Деп түсінбей тұрғанымшы мен. Енді жалпы әрді ол форманы киіп шығу деген сыймайды ол? Жоқ, қайтадан сондай цветпен қайтып бір выход жасауға. Бір выход жасауға болады. Мен идея тыстап тұрған жоқ. Жоқ, бірақ ойда бар ма? Сол әртүрлі цветті көргенде уже басқалай елестейді ау. Сондықтан менің өзім ойым, жігіттерді білмеймін, киеміз десе бізде решение қабылдайтын азамат қой. Азамат не айтады, сол болады. Киіңдер десе киеміз. Бірақ киімей лучше қолымызға ұстап шыққан дұрыс ау. Сосын сол жерге қойып, ана побиттарды өртеді ғой. Сол сияқты өртеп жүрген. Костюмдер сыймайды, үйде жатыр. Біз дейтін ең басында тік-тік, содан кейін бір 2 жылдан кейін бе кеп қарасақ, қысқарып қалған, уже қысқары біздер сөйтіп қалған. Содан кейін тағы тік-тік, дәл сондай қалып. Содан просто обновить еттік. Сол да сыймай қалып тұр ғой енді қазір. Анау енді тем более жаңағы тема шығып кеткеннен кейін кимей ақ қояйықшы. Енді халыққа түсіндіріп жатпайсың ғой. Тарсашы дейсің де. Конкретно командада кім қатыннан қорқады? Мен десең. Бізде шыны керек, Аллаға шүкір, 7 баланың да бір Назараудардан әйелдердің сені мақтан кеп едім. Кімге шыққанын біліп шықты деп ойлаймын. Себебі біздер енді Марстың әйелі білмей шығып кетті, потом ең бір жүйленді ғой. Назараудар енді құрылып отқандақта үйленіп кетті да. Қалғандардікі біледі. Қандай адам, бірақ енді Аллаға шүкір ондай біздің жұмысымызға кедергі келтіретіндей ондай болып көрмепті. Себебі біздер күнде гастрольде, күнде үйде. Енді әйеліңді қырылмау үшін көбіне гастрольге шығу керек қой, сағынып келесің. Сыйластығы мықты болады да. Жаңағыдай енді білмейік. Может, сияқталы үйлерінде сылдырлайтын шығар, бірақ біздің творчествомызға ешқандай кедергі келтіріп жатқан жоқ, ұрысып қырылып жатыр дегендер естіп көрмеппіз. Оны білмеймін енді. Оны білмеймін. Командаға жігіттердің қай-қайсысы да арыстан ғой. Онысын білмеймін. Бір әйелдерінен қорқып, бір әйелдерінен тығылғандарын 13 жыл болды. Ешқайсынан байқаған жоқпын. Ешкім қорқпайды. Ешкім қорқпайды. Құттай ойланып қалсақ. Сол ойланып қалдым, айтпай-ақ қой. Ешкім қорқпайды деп жауап бере салдым. Мәке, көп рахмет. Осымен енді сұхбатымызды тәмамдаған жөн көремін. Құрметті достар, бізбен бірге болған Оралдың мега жұлдызы, менің досым, құдам, рыбак, охотник, универсал, көпке шыдайтын, тез қараятын Самат Қабдеев. Жақсы әңгіме болды. Біздің мақсатымыз біздің Ақтөбенің көрермендері Оралды танысын, Оралдың көрермендері білсін. Біз бар екенбіз, біз сіздерді жақсы көреміз, сыйлаймыз, құрметтейміз. Творчестволық табыс, амандық. Енді бізде бір осы Асаба продакшн біз. Қазір балдар әрбір жерде әрбір баламен әңгіме айтып жатыр. Дәл осы сұрақтар қойылады, кім қалай жауап беріп жатқанын білмеймін, бірақ қызық болады деген ойдамын. Плюс біздің бағдарламаның бір қызық жері, біз ойын ойнаймыз.
Болашаққа нық қадам басу үшін маған машина керек. Болашаққа нық қадам басу үшін маған өзімнің үйім керек. Өз өмірім өзімнің қолымда. Ал сен бара бер. Жусан банк. Барлық мүмкіндіктер өз қолыңда. Ал маке, біздер әр шығарылымда келген қонағымызбен міндетті түрде ойын ойнаймыз. Енді дәл осындай керемет Киров паркіне келіп қалдық. Алдымызда тұрған жаңағыдай одар тексеру. Соны бір әдемілеп тұрып, екеуміз арамызда бір кішігірім сайыс өткізіп жіберейік. Ең алдымен Сулифа. Сулифа. Сен бірінші бастайсың, ал достар, мақлаймыз, кеттік. Қиын ештеңесі жоқ. 10 дротик. Кім көп жарады, сол жеңеді. Назар или асаба? Мен жарады. Картопты шарды. Кеттік па? Да, бастайық. Кім бірінші бастайды? Сулифа. Сулифа. Баста. Іске сәт. О, 1 2 3 4 5 6 бала болса кеттік. Мен 4 болып қалмайын ал. 4 түгел болса болып қалмайын. Азеке жеңдің? Таза жеңіз. Таза ғой. Сенікі 6 ала болды ма? Менікі 1. Сен охота рыбалка десе жанымен, тәнімен кіріп кететін адамдарымыз ғой. Сондықтан қазір екеуміз давай тир атып жарысайық. Охотаға барып келдік қой так. Тир атып жарысайық. Неге жоқпын? 4-8 болып тұрып қой. 4-8, иә. В общем, Назар аудар, асаба, продакшн, есеп 2-1, да? Назар аудар жігіттерден кешірім сұраймын. Жоқ, ертең балдар айтуы мүмкін. Біздер болмай қалдық деп ше. Бұл просто тек ойын жарысы ғой. Солай ма? Иә. Шындап жарысатын болсақ қосын біз тұрамыз ғой. Рахмет жігіттер, әдемі, күшті екен. Зато бесплатно тир аттым. Ол да пайда. Я, в общем, осымен біздің Оралдағы қыдырысымыз, жүрісіміз аяқталды. Съемкадағы қыдырысымыз. Иә, съемкадағы қыдырысымыз. Қалғандарын көруге болмайтын. Бізбен бірге болған Назар аудардың жігіттері. Және де Асаба продакшн. Қараңыздар, соңына дейін қарап. Сосын ерінбесеңіздер, жақсы ниетпен лайк басып, колокольчик басып кетті. Басады ғой. Басады ғой да. Мен жынданып тұрмын, қазір бар ғой. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет, сәкен. Алла абыройдан айырмасын, әрдайым еліміздің мақтанышы болып жүре беріңіздер. Көп рахмет, қош келдіңіздер Оралға. Рахмет. Көп рахмет, поддержка беріп, уақытын өтіп келгенге. Алла разы болсын, творчестволық табыс тілейміз. Все, жақсы күнде жолығайық. Болды. Жобалардың жемісін көре беріңдер. Әдіш.